Тағы да топан су, билік су тасқынына төтеп бере алмайды. Депутат Мәскеудегі терактіден сабақ алуға шақырды. Министр өтел алым бағасын төмендетуге қарсы. Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен Араб Әмірліктерінде байқалды. Алтай Көлгінов жаңа қызметке тағайындалды. Полиция алаяқтарға қарсы уағыз айтты. Ашуға булыққан Әбдіжаппар Әлқожа не бүлдірді? Сәлем достар, бұл білген дұрыс, және мен Эльвира Иванова. Осы және өзге де жаңалық алда, әдеттегідей каналымызға тіркеліп, мына видеоға лайк басып, пікір жазып отыруды ұмытпаймыз. Ал біз бастайық. 26 наурыз күні кешке Ақмола облысы Целиноград аудандағы Қоянды ауылының ондаған тұрғыны ауыл әкімдігінің маңындағы жолды жауып тастады. Жергілікті тұрғындар су тасқынына қарсы шаралар мәселелеріне назар аудару үшін жиналды. Куәгерлер түсірген кадрларда адамдарды полиция мен собор қызметкерлері ұстап тұрғанын көруге болады. Қоянды! Жоқ, төтенше жағдайлар қашан болады? Жоқ, бір жерде бар ғой, бәркінде жасай алмайсыз. Оқиға орнына аудан әкімі Бақытбек Оспанбеков пен төтенше жағдайлар басқармасының басшысы Қанат Доспаев келді. Шенеуніктер жергілікті тұрғындармен сөйлесіп, мән-жайды анықтады. Сағат 22:00-де барлық жолдар ашық, тұрғындар тарап жатыр деп сендірді әкімдік. Сондай-ақ әкімдік тас жолдарды жабу сияқты заңсыз әрекеттерге жол беруге болмайтынын атап өтті. Заңды бұзған үшін жауапкершілікке тартылу бар екенін ескертеміз деді. Ақмола облысы және Астана қаласының төтенше жағдайлар департаментінен және Целиноград ауданының жергілікті атқарушы органдарынан 76 адам, 17 бірлік техника және 18 мотопомпа жұмылдырылды. Өткен тәулікте 80 мыңға жуық текше метр су тартылды. Ақтөбе облысы да су астында қалды. Аймақтағы 3 елді мекен тұрғындары төтенше жағдайға дабыл қағу керектігін айтуда. Пайғайын, суға кетіп жатыр. Қостанай облысындағы Амангелді ауылында су басты. 25 наурызда Арқалықтың елді мекендерінде алғашқы су тасқыны тіркелді. Тұрғындардың айтуынша, жергілікті билік су тасқынына дайын болмаған. Орталықта Сейфуллин көшесінің бәрін су басты. Ол жақта 2 мектеп бар дейді жергілікті тұрғындар. Оқиға орнында 18-ге жуық құтқарушы жұмыс істеп жатқаны белгілі болды. Бірақ олардың күші жетпеуде деп адамдар дүрбелең салуда. Дастан қойларын үйіне кіргізіп жатыр тезіден. Масқара отына. Абай облысының Аягөз ауданында су тасқынына байланысты төтенше жағдай жарияланды. Еріген қар суының салдарынан Аягөз ауданына қарасты Бозай ауылына кіреберіс аудандық маңызы бар жолды шайып, көпір құрылымының бір аралығы қирапты. Көпір судың деңгейінің көтерілуінен бір бөлігін шайып кеткен. Су тасқынына байланысты Орал әкімі Мержан Сатқановқа қатаң сөгіс жарияланды. Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиев су тасқынына қарсы іс-шаралар жөніндегі облыстық жедел штаб отырысын өткізіп, онда Орал әкіміне қатаң сөгіс жариялады. Оралда тіпті қала әкімдігінің ғимараты да суға батыпты. Кешегі жағдайды өзіп жүрдім бірге. Сондықтан қала су тасқынына кеше дайын болмады. Мен бұл жерде қала әкіміне қатаң сөгіс жариялаймын. Шаруа шешілмейтін болса, жұмыстан бәрін босатыңыздар. Басқа адамдарды алып келеміз. Үкімет жыл сайын су тасқыны кезеңіне сақадай сай дайындықтарын айтып ақталады. Баяғы жартас сол жартас жыл өтсе де мызғымас демекші, оның барлығы тек қағаз жүзінде. Мәжіліс депутаты Айдос Сарым билікті Мәскеу маңындағы Крокус Сити Холл концерт залында болған терактіден сабақ алуға шақырды. Ол депутаттық сауалын премьер-министр Олжас Бектеновке жолдады. Көтеріліп жатқан мәдени бұқаралық және спорт ғимараттарын салу және міндетті түрде мемлекеттік қабылдау мәселесіне мемлекеттік бақылауды күшейтуге назар аударуымыз қажет дейді ол.
Вместе с тем полагаем возможным обратить ваше внимание на следующие проблемные вопросы. Во-первых, следует уделить внимание на усиление госконтроля по вопросам строительства и обязательной госприемки строящихся культурно-массовых и спортивных сооружений, начиная от используемых в строительстве материалов и заканчивая вопросами обеспечения безопасности граждан и персонала в ходе их эксплуатации. Во-вторых, уже сегодня следует пересмотреть алгоритмы проведения и регламентации культурно-массовых спортивных мероприятий по всей стране, более четко и ясно прописать механизмы взаимодействия их организаторов с силовыми структурами и службами экстренной помощи. Каждый концертный зал, каждое спортивное сооружение в стране должны иметь четкие планы на случай возникновения ЧС. Их необходимо провести аудит наиболее посещаемых культурно-спортивных сооружений и залов на предмет их антитеррористической, противопожарной и иной безопасности. Утиль алым бойынша қазір ешқандай өзгеріс жасамаймыз. Мәжіліс кулуарында өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапбаев осылай дейді. Министрдің пайымынша Қазақстанда көлік бағасы басқа елдермен салыстырғанда сәл жоғары немесе тең. Утиль сбор туралы қазіргі таңда біз ешқандай өзгеріс жасамаймыз. Неге? Ең басты қазір мен өнеркәсібінің және құрылыс министрімін. Менің жұмысым ең басты кәсіпорындардың дамыту, олардың қуаттылығы арттыру. Қазіргі таңда Қазақстанда 2 автоколлектор заводтарды салып жатырмыз. Айтуынша, қазір Қазақстанда 2 ірі автозауыт салынғалы жатыр. Утиль алымды төмендеткен жағдайда ол зауыттар салынбай, жұмыс орындары құрылмай қалуы мүмкін. Қазақстанда жұмыс орындарын сақтау үшін бізге протекционизм қажет дейді ол. Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен Араб Әмірліктерінде байқалды. Кейбір дереккөздер Назарбаев Біріккен Араб Әмірліктеріндегі ұлы Тауман Нұрсұлтанұлы оқитын Абу-Дабидегі Нью-Йорк университетіне барыпты. Мы сфоткались. Я пожал руку Назарбаеву. Я теперь не буду мыть эту руку. Желіде тұңғыш президенттің Абу-Дабиде қазақстандық студенттермен кездескен суреті пайда болды. Суретіне қарағанда Назарбаевтың жағдайы, көңіл күйі жаман емес сияқты. Бұл оның 2023 жылдың қысынан бері алғаш көрінген сәті. Назарбаев соңғы рет былтыр 18 қарашада Астанада ағасы Болат Назарбаевтың жаназасында және желтоқсанда Астана Клаб пікірталас алаңының отырысында бой көрсеткен еді. Естеріңізде болса, Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші әйелі Әсел Құрманбаева экс-президентке 2 ұл сыйлады. 2005 жылы Тауман, 2008 жылы Бәйкен дүниеге келген. Бұған дейін желіде экс-президенттің кенже ұлы Тауман мен қазіргі энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиевтің қызы Анадель Майданованың қарым-қатынасы туралы суреттер тарағаны бар. Онда 18 жастағы Тауман мен Анадельдің отау құрғаны жазылған. Тіпті Алмасадам Майданұлының қызы Назарбаевтың ұлымен көңіл қосқаннан кейін министр болды деген қауесет әңгіме ел ішіне тарап кеткені жасырын емес. Бірақ бұл әңгімеге энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиев Назарбаев әулетімен құдаласып, жекжаттық жақындық орнамағанына үзілді кесілді қарсылық танытқаны бар. Астананың экс-әкімі Алтай Көлгінов жаңа қызметке келіпті. Президент Тоқаевтың жарлығымен Көлгінов Қазақстанның Эстониядағы төтенше және өкілетті елшісі лауазымына тағайындалды. Көлгінов 2023 жылдың маусымына дейін премьер-министрдің орынбасары қызметінде болды. Оған дейін ол Астана, Батыс Қазақстан облысының және Орал қаласының әкімі қызметтерін атқарған. Көлгінов елде коронавирус жайлаған кезде Нұрсұлтан аталған Астананың әкімі болатын. Ел астанасы сол кезде пандемиядан ең қатты зардап шеккен қаланың бірі еді. Сол үшін де 2020 жылы президент Тоқаев Алтай Көлгіновке ескертуде жасаған. Алтай Көлгінов қалада жалпы елде коронавирустан көз жұмғандар саны артып, дәрі-дәрмек жетіспей, ауруханалар ылық толған кезде
2020 жылы 6 шілдеде Астана күніне орай қалада үлкен отшашу ұйымдастырғанымен де атышулы болған. Айтпақшы, осы Астана әкімі қызметінде Алтай Көлгінов халық арасында 20% деген атпен де танылып еді. Әсіресе бұл атақ елорда тұрғындарының арасында белсенді тарады. Осы жайтқа байланысты журналистер елорда тұрғындарының сізді Көлгінов 20% деп айтатынын білесіз бе деген сұрақ қойғаны да бар. Вы слышали, что вот вас называют Кульгинов 20%? Ну, то есть... Вот это навязывать мне не надо ярлыки. Это вы за это будете отвечать. Не нужно. Я знаю опыт, когда некоторых хакимов так называли. Это уже обвинение. Вы в публичном пространстве обвиняете госслужащих. За это будете отвечать. Көлгінов қала тұрғындарының сынына ашуланып, әкім кезінде жұмысын адал атқарғанын, ал айтылып жүрген әңгімелердің тапсырыспен орындалып жатқанын жеткізді. Артық әңгіме керек емес. Ол үшін жауап бересіз. Бұл мемлекеттік қызметкерді көпшілік алдында айыптау болып саналады. Ондаймен айналысудың қажеті жоқ. Ол үшін жауапкершілік қарастырылған деп қорқытып еді. Алтай Көлгіновтың елші қызметінде қандай атпен таныларын уақыт көрсетер. Батыс Қазақстан облысы Бөкей ауданының әкімдігінде оқушылар трактормен имтиханға қатысатын бейнероликке түсініктеме берілді. Бейнеролик 17 наурызда Мұратсай ауылында түсірілген. Оқушылардың ата-аналары ақылы жеке тасымалдаушымен оларды Мұратсай кентінен Сайқын Өнеге Орал республикалық жолына дейін жеткізуге келісті. Балалардың трактормен жүретіні туралы жергілікті әкімдік пен полиция бөліміне хабарланбапты. Қазір оқушылардың бәрі Оралға аман есен жетті. Тестқа да осылай шығарып тастайтын болдық қазір. Жаңа Қазақстан. Мұратсай ауылдық округінің әкімі мен Мұратсай ауылындағы орта мектеп директорының міндетін атқарушыға қатысты сөгіс түрінде тәртіптік жаза қолданылды деп хабарлады әкімдік. Сондай-ақ учаскелік инспекторға қатысты қызметтік тергеу басталған. Айта кетейік, бұған дейін журналист Лұқпан Ахмедияров қазақстандықтарды дүр сілкіндірген бейнероликтерді жариялаған болатын. Кадрларда оқушылар тобы оқу орнына трактормен бара жатқан. Жаһандану заманы деп осыны айт. Түркістандық полицейлер мешітке жиналған жамағатқа алаяқтардан сақ болуды ескертті. Тәртіп сақшылары бөтен нөмірден хабарласып, қаржы аударымдары туралы ұсыныс жасаған кез келген бейтаныс адамға сенуге болмайтынын айтады. Алаяқтық қылмыстардың өршуіне байланысты сіздерге қуандарымыз бетейік деп сол мақсатта келіп отырмыз. Қазір сіздерді қандай да бір жағдайда мынау белгісіз азаматтар ұялы телефонмен ұялы байланыс арқылы хабарласып сіздердің аттарыңызда тіркелген ұялы телефондардың нөмірлері мерзімдері аяқталып отыр. Сондықтан сіздерге қазір сообщение жібереміз, хабарлама. Сіз 4 сағат құпия сөзді айтып жіберіңіздер десе, өздеріңіз жайлы ешқандай мәлімет айтпаңыздар. Басқа айтар жер табылмаған болғай, енді кәрі Құдай үйінде имамдардың уағызымен қоса полицейлердің де салиқалы әңгімелерін тыңдайтын боламыз. Қазақстандық шоу-бизнес жұлдызы Әбдіжаппар Әлқожа 5 жұлдыз жобасында өзін той әншісі деп сынаған өнердегі әріптесі Ақмарал Ноғайбаеваға жауап берді. Ол қазақ эстрадасының барлық өкілдері той думандарға шығып жүргенін айтты. Халықтың ығына қашанғы көне береміз. Біз халықтың руханиятын тәрбиелейтін, халықтың руханиятына жұмыс жасайтын біз кәсіби маманбыз. Ал бірақ қанша маман тұрса да, біз әлі күнге
тойға қызмет жасаймыз және тойға келетін халықтың көңіл күйіне қызмет жасаймыз. Бірақ енді бұл жерде біз орысша қосып бір мәймөңкіленіп мың деп не болмаса шетелдің сөзін алып келіп мәдениетті бұзып жатқан дымымыз жоқ. Бұл қазақтың мәдениеті, тойында билесек билейміз, кез келген жерде көңіл күйіміз көтерсек көтереміз. Қазір эстрадада кімдер жұлдыз болып жүр? Сол тойда айтатындар жұлдыз болып жүр. Жаңа мәймөңкіленгендердің барлығы ыңқылдаған сыңқылдаған болар да жұлдыз болып жүр. Ашуға булыққан Әбдіжаппар Әлқожа азулы жазбасын Инстаграм парақшасында жариялаған. Өнер иесінің сөзінше, Ақмарал Ноғайбаева сол тұста оның әпкесі Роза Әлқожа жайлы да сөз қозғаған. Алайда ол жері эфирден алынып тасталған. Сонымен қатар ол бүгінгі қазақ эстрадасының барлығы да тойда өнер көрсететінін айтты. Иә, мен той әншісімін. Қазақ эстрадасы түгел той әншісі. Мозарт тойға шықпай ма? Тоқтар, Саят, Досымжан, жігіттер, Қайрат ағалар тойға шықпай ма? Керек десеңіз, дәстүрлі әншінің, филармония әншілерінің талайын көрдік. Эстрадалық әндерге дауыс жазып алып, тойда тіршілік жасап жүргенін деді Әлқожа. Есімін Балқадиша емес, Балқия, құдаша билейікші кел бір партия. Достар, той әншілеріне сіздің көз қарасыңыз қандай? Таңдайсыздар ма? Сүйікті тойшыл өнерпаздарыңызды осы бейненің астына тізіп шықсаңыз, біле жүрейік. Бұл білген дұрыс шыңылықтардың кезекті саны болды. Каналымызға жазылыңыз, лайк басыңыз, бізді қолдаудан жалықпаңыз.